Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін 11-ші сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Әуезовтің музейі. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас 11-й урок. Тема урока – музей Мұхтара Әуезова. Ребята, повторяйте за мной. Қайталаңыздар. Мен жақсы көргенмін. Сен жақсы көргенсің. Сіз жақсы көргенсіз. Ол жақсы көрген. Жаңа сөздер, новые слова. Жихаз переводится мебель. Ребята, ха – это специфический звук казахского языка. Постарайтесь произнести правильно. Ребята, если вы подписаны на наш телеграм-канал, у нас есть видеоурок на тему казахский алфавит. Посмотрите этот урок и еще раз повторяйте специфические звуки казахского языка. Оқы, қайтала, читай и повторяй. Бұл Мұхтар Әуезовтың музей үйі. Это дом-музей Мұхтара Әуезова. Бірінші тапсырма, мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Первое задание – прослушай текст и ответь на вопросы. Бұл жазушы Мұхтар Әуезовтың мұражайы. Это музей писателя Мұхтара Әуезова. Бұл бұрын жазушы тұрған үй. Это дом, в котором раньше жил писатель. Қазір үлкен мұражай. Сейчас это большой музей. Мұражайда жазушының киімдері, үй жиһазы, қалам, қағаздары, жазған кітаптары бар. В музее находится одежда писателя, мебель, ручка, бумаги, а также написанные им книги. Ребята, еще несколько раз прочитайте текст, запомните фразы и новые слова. Это поможет вам лучше понять материал и привыкнуть к звучанию казахского языка. Енді сұрақтарға жауап береміз. Теперь ответим на вопросы. Бірінші сұрақ. Мұхтар Әуезов кім? Кто такой Мұхтар Әуезов? Мұхтар Әуезов жазушы. Мұхтар Әуезов писатель. Екінші сұрақ. Мұхтар Әуезов музейінде бұрын кім тұрған? Кто жил в доме музея раньше? Бұрын ол үйде жазушы тұрған. Раньше в этом доме жил сам писатель. Үшінші сұрақ. Музейде қандай экспонаттар бар? Какие экспонаты есть в музее? Балалар, мұражайда жазушының киімдері, үй жиһазы, қалам, қағаздары, жазған кітаптары бар. В музее находится одежда писателя, мебель, ручка, бумаги, а также написанные им книги.